Мен өскенде дәрігер боламын. Сен кім боласың? Мен? Может, ведущий боламын? Менің атым Тәнтә Квадель және бүгінгі бағдарламада біз сіздермен қазіргі жағдайға байланысты видеоларды көретін боламыз. Мүмкін дәрігер болатын шығармын. Қорықпа, барлығы жақсы болады, ештеңе ауырмайды. Жоқ, балалар мені жиі көріп кетеді. Актриса болайын. По аульскому этикету Келин должна сидеть у входа. Ну а самые авторитетные гости на торе. Gelinlerimiz demek ki. Kızım, hay жерден боласың? Ha? Боласың. Біздің келін қаладан келген ғой. Қазақша дұрыс білмейді. Эй, Сабина, шайды жақсылап құй. Нет, я не могу тебя здесь оставить. Пойдем со мной. Пошли. Прости. Жоқ, мұғалім бола салайын. Оңай жұмыс сияқты. Балалар, тыныш отырамыз. Сіздер көпсіздер, мен жалғызбын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ол қазақ хандығы. Тақырыпты ашамыз және оқимыз. Мам, тамақ ішесіз ба? Жоқ, мен сіз іше беріңдер, маған дәптерді тексеріп тастау керек. 800-ақ дәптер қалды. Кеше мен 2000 дәптер тексерген болатынмын. Тез қазір тексеріп, жауаптарын жібере салайын. Мен шаршап кеттім. Мұғалім болуым оңай емес екен. Tiny little bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny little bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny little bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny little bottles, just what you expect inside a new Balenciaga. Cigarettes in tiny little bottles, just what you expect inside a new Balenciaga.
Ағылшын тілі әлемдегі ең маңызды тілдердің бірі. Қазақстан үш тілді білімді мемлекет ретінде танылуы тиіс. Бұлар қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі әлемдік экономикаға кірігу тілі деп елбасымыз өз жолдауында атап кеткен. Тілді үйретудің мақсаттары: сөйлесуде хабарлай білу, түсіндіру, мақтау, әшкерелеу және сендіру. Тыңдауда бетпе-бет жүздесуде және жалпы радио бағдарламаларының, фотожазбалардың мән мағынасын қалыпты екпінде, аутенттік тілдесуде түсіне білу. Журнал не газет бетінен мақаланы, орта қиындықтағы көркем шығармаларды қатынас құралы ретінде оқудың барлық функцияларын қанағаттандыру үшін іштей тез оқи ала білу қажет. Жазуда өзің және өзгелердің пікірлерін жеткілікті, жылдам түрінде бекіту, материалды қолдана отырып оқығанда жаза білу, сөйлеген сөздердің жоспарын және тезистерін, сондай хат, аннотация және рецензия жаза білу. Hello, my name is Seshan. I'm studying English in February school. I'm 3. I'm 7th grade, and I do projects very important in English, and it's openly on the world about other students, and this wonderful project gives us no one is just gets. Everyone who studies on this project will be able to speak as a native speaker. After all, this language is necessary in any sphere. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne a pris ma famille.